Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай, құрметті аналар. Менің блогым YouTube арнамда да, Instagram арнамда да сіздердің көңілдеріңізден шығып жатыр екен. Мен өте қуаныштымын. Жалпы 0-ден бастап 2 жас аралығындағы балаларға арнап методика жасап шыққан болатын. Осы методика барысында әртүрлі ақпараттарды ойын түрінде үйдегі бар заттармен қандай ойындарды құрастырып балаларға ойнатуға болады және қабілеттерін аша алуға болады. Соның барлығын қолжетімді түрде Instagram арнамда мен қазір айтып жатырмын. Аллаға шүкір, менің айтқан ақпараттармен, менің айтқан кеңестермен балалармен жұмыс жасап жатқан ата-аналар уже результатқа шығып жатыр. 8-9 айда балаларда уже запуск речи болады, осознанный запуск. Запуск речиді ерте жастан қалай жасау керек, соның барлығын Инстаграмда айтып келемін және әлі де айтатын боламын. Бұл менің ең басты мақсатым, бұл менің миссиям. Телеграм каналым, YouTube каналымдағы тегін сабақтар, тегін ақпараттардың барлығы оқимын деген, ізденемін деген, баламмен жұмыс жасаймын деген, балаларымды еш задержкасыз өсіремін деген ата-аналарға арналады. Ең кішкентай балалармен запуск речи. Қазіргі таңдағы ең басты проблема сонымен ерте жаста 1 жасқа дейінгі балаларда запуск речи болу үшін не істеу керекпіз? Әрине, менің методикамда 11 бағыт бар. Сол 11 бағыт бойынша жұмыс жасалса, тіпті керемет болады. 0-ден бастап 1 жасқа дейінгі балаларда ерте жастан запуск речи болу үшін ең басты назар аударатын бағыттардың бірі сенсорлық есту жүйесі, слуховая сенсорная система. Оны дамыту үшін не істейміз, қалай дамытамыз, қалай ойнатамыз, соның барлығын алдағы уақытта айтатын боламын. Соңына дейін көріңіздер. Айтпақшы, осы жерде YouTube каналымда менің кішкентай сәби сияқты енді ғана дүниеге келді, енді ғана бастап жайлап дамытып келе жатырмын. Сондықтан осы орайда маған сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Қазір сағат түнгі 2:30 шатыспасам, балаларымды қасымда ұйықтатып қойдым. Мансұр ұйықтап жатыр, мен сіздерге видео жазып отырмын. Қолдау күтемін. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Пайдалы ақпараттың барлығын басқа да аналар көрсін, балаларын задержкасыз дамытсын, балаларының ерте жастан сөйлеп кетуіне бір-бірімізге осындай үлкен үлес қосып көмектесейік. Мен түрлі мамандардан білім алдым. Кәдімгідей ғылыми тілмен оқыдым. Енді менің ерекшелігім кітаптағы тілден жалпақ тілге қарапайым аналардың тіліне аударып жеткізу. Қаншалықты біз ерте бастасақ, қаншалықты ерте дамытсақ, соншалықты балаға да жеңіл, сізге де жеңіл. Енді қараңыздар, слуховая сенсорная система баланың сөйлеуінде өте маңызды рөл атқарады. Өйткені біз есту арқылы сөйлейміз. Есту арқылы тіліміз дамиды, түсінігіміз қалыптасады, солай ғой. Сондықтан сенсорлық есту жүйемізді дамыту өте маңызды. Кейбірде ата-аналар айтады, жоқ, біз лорда тексерткенбіз, баламыздың құлағы естиді, бәрі нормально деп. Жоқ, баланың құлағының есту-естімеу әрине маңызды рөл атқарады, бірақ сенсорлық есту жүйесі дегеніміз ол тереңірек мағына білдіреді. Баланың есту анализаторлары, әртүрлі дыбысқа елеңдеуі, әртүрлі дыбысты айыра білуі, қай дыбыс қайдан шығып жатқанын айыра білуі, оны естіген дыбысты проекциялап түсінуі, ол туралы қазір түсіндіретін боламын. Соның барлығы үлкен рөл ойнайды. Мысалға қараңыз, қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, мен сізге қазір мынандай мысал айтайын. Таудың етегінде өте керемет жасыл желек бар екен. Біз сол жерге пикникке шықтық. Үлкен шойын қазанымызды алып шығып, далада бауырсақ қуырдық. Таудан керемет сарқырап бұлақ ағып жатыр. Сол жерде жылқылар келіп жайылып жатыр, су ішіп жатыр. Мысалға мен сізге осындай мысал айттым. Енді қараңызшы, мен сізге сол мысалды айтып жатқан кезде, соның барлығы сіздің көзіңізге елестеді, солай ма? Елестейді. Біз сондай бір сабақ айтқан кезде, апайымыз бізге сабақ түсіндіріп жатқан кезде, тарихты, тағы басқа бір нәрсені түсіндіріп жатқан кезде, сол нәрсенің барлығын көзімізге елестете отырып тыңдаймыз, түсінеміз. Ол бізде мида орналасқан зона Брака, зона Вернике деген сөйлеуге жауапты зоналардың жұмыс істеуі, яғни сізде ол барлығы жақсы жұмыс істеп тұр. Яғни бізде зона Брака мышцы артикуляцияға жауап береді,
әртүрлі дыбыстарды, біздің сөйлеу әріптерімізді, дыбыстарымызды ауыздың артикуляцияның мышцаларымен оны сөйлеп шығаруға, яғни ö деген кезде ерініміздің алға шығуы, р деген кезде тілдің жоғарыға баруы, яғни біз қазір мен тез сөйлеп отқан кезде менің артикуляциям тез менен үлгеріп жұмыс жасап жатыр. Соның барлығына жауап беретін ол зона брака. Зона верники деген не істейді? Ол құлақтан естіген ақпаратты жаңағыдай түсініп, проекциялап, қорытып түсінуге жауап береді. Проекциялап дегеніміз картинкалар ретінде шығарып, оны біздің қорытып миымыз түсінуге жауап беретін зона. Яғни зона брака мен зона верники бірге жұмыс жасайды, бірге орналасқан және бірге жұмыс жасайды. Сондықтан біздің естіп жатқан ақпаратымыз осындай проекцияланып, түсініп, қорытып, қабылдап сөйлеуімізге есту жүйемізді дамытудың маңызы зор екен. Енді қазір мынандай тағы да бір мысал айтайын. Сіздің көзіңіз байланып тұр, бірақ мен осы жерге стакан әкеліп, қасықпен араластырамын. Сіздің көзіңіз байланып тұр. Включатель светті жағып өшіремін, краннан суды ашамын, миксерді қосамын. Сол кезде сіздің көзіңіз жабық тұрса да, анау миксер, анау жаңағы стакан, анау кранның суы деген сияқты сіз оның барлығын дыбысын естіп, көзіңіз байланып тұрса да ажыратып біліп отырасыз. Сіздің қазір есту жүйеңіз, зона верникеңіз жұмыс жасап жатыр. Яғни біз де баланың ерте жастан тілі шығу үшін, тілінің дамуы дұрыс болу үшін осы жүйелерге жұмыс жасау керекпіз, осы зоналарға жұмыс жасау керекпіз. Және де менің балам атына елеңдемейді, атына қарамайды деген проблемалар көп кездеседі. Әсіресе ондай балаларға ЗПР деген диагноз қойып жатады. Енді сол ЗПР балалармен атына елеңдемейтін балалардың кішкентай кезі 1 жасқа дейінгі шағы, 1 жастан кейінгі шағы қалай өтті деген сұрақтар қоямын ата-аналармен жұмыс жасаған кезде. Теледидардың алдында жатты ма? Тағы да басқа деген кезде, түрлі жағдайларды, түрлі ситуацияларды айтады. Енді бұл жерде ешкімді сөкпейміз, бұл жерде біз мысал ретінде, кейс ретінде айтып отырмын. Түрлі жағдайлар болады енді. Балаларды теледидардың алдына жатқызып қояды. Енді мына қараңыз, сіз тағы да бір мысал айта кетейін. Осы жерде сіз сериал қарап отырсыз. Сериал қарап отырдыңыз бөлмеде, ал сол бөлмеде ана жерде біреу кітап оқып отыр, ана жерде біреу соткасын қарап отыр, ана жерде біреу ыдыс жуып жатыр. Бірақ сіз сериал қарап жатсыз, сериалыңыз күштеріне келіп жатыр, сіздің фокусыңыз сериалда. Яғни мына есту жүйесі первый планға сіздің теледидарыңыздағы звукты қойды, ал айналадағы звукты фоновым звукын қойып қойды, ол екінші планда. Камерада да бар ғой, киноэффекті қойған кезде, мысалға қазір сіздер мені анық көріп тұрсыздар, артындағы нәрселерді бұлдыратып көріп тұрсыздар. Сол сияқты да звукта мида өзі сондай функциялары бар. Сізді первый планға қояды сериалыңызды, қалғанын второй планға шығарады, яғни фоновым звукым, әйтеуір шу естіліп жатыр, бірақ сіз оған фокус қоймайсыз. Мінекей осы сияқты кішкентай балалардың бар зейіні, бар фокусы теледидарда, мультикте. Ал анау екінші планда айналадағы звуктар. Яғни осы переключать ететін зона мидағы бірінші планға, екінші планға қоятын. Ұзақ мерзімде, бәленбай сағаттап телевизордың алдында жата бергеннің кесірінен кішкентай балаларда ол атрофироваться етіліп қалады. Ұзақ мерзімде бір нәрсеге зейін ойып қатып қалады, мына звуктарды елеңдемейді, ол атрофироваться етіп қалады. Яғни баланың телевизорды өшіріп былай реальный өмірге келген кезде де барлық звук, живой звуктың барлығы фоновым режимін тұра береді. Ал сол балаға атын атап, атын шақырсаңыз қарамайды, бірақ телефонның звугын қосқан бойда ол бала жалт қарайды. Түсіндіңіз ба? Дауыстағы фокусты ауыстыратын зонасын атрофироваться етіп, қолдан осындай проблем жасап алады екенбіз. Сондықтан ондай проблем болмас үшін біз баланың есту жүйесімен жұмыс жасаймыз, түрлі дыбыстарды естіртеміз. Речевой слух, неречевой слух деген бар. Неречевой слух дегеніміз ол түрлі біздің өмірде кездесетін звуктар. Фонтанның дыбысы, желдің дауысы, найзағайдың дауысы, құстардың дауысы, миксердің дауысы, пылесостың дауысы, машинаның дыбысы, әртүрлі осындай дыбыстардың барлығы табиғатта кездесетін, өмірде кездесетін түрлі дыбыстарды естіртеміз. Әртүрлі аспаптардың, музыкалардың дыбыстарын естіртеміз. Баланың алдында мен де
Инстаграмда да өте көп пайдалы ақпараттар бар осы туралы, қалай баланың есту жүйесіне жұмыс жасау керек. Алдына отырып қағазды жырту, стакандағы қасықты араластыру, темір стаканда қалай араластырамыз, керамика стаканда, пластмасс стаканда қасықты болғаңыз, үш түрлі дыбыс береді. Әртүрлі включатель, выключатель, және де соны қоссаңыз әртүрлі дыбыстар шығады. Элементарный, қолымда тарақ тұр, мінекей, тарақ. Осының бәрі не речевые звуки. Бір нәрсені балаға көрсетіп жаптық, аштық, жаптық. Неге осының барлығы не речевые звуки, яғни баланың есту анализаторларына, есту жүйесіне, осы әлемдегі звуктарға деген қызығушылығын арттырып, әртүрлі звукқа деген мидағы жаңа переключателі бар, басқасы бар, бүкіл зонасын іске қосамыз баланың. Содан кейін бала не речевые звуктарға деген талпынысынан кейін, қызығушылығынан кейін, соның бәрін үйренгеннен кейін ол уже речевой слухты да анықтай бастайды. Ол деген біздің сөйлеуіміз, өзіміз анасының дауысы, әкесінің дауысы, әртүрлі сөздерді аңғарып үйренеді. Әртүрлі сөздерді қай уақытта қалай қолданып жатырсыз, қандай эмоциямен айтып жатырсыз, соның барлығын аңғара алатындай деңгейге жетеді. Кішкентай сәбилерде карта языка кішкентай туылған сәттен бастап жұмыс жасай береді. Бұл бала әр сөзді миына қорытып жаза береді. Яғни балаға үн-түнсіз жұлып алып, киіндіріп, жұлып алып, беті қолын жуып жүре бермеңіз. Сөйлесеміз, баланың кәдімгідей көз тоқтатып сізге қарап тұрғанына көз жеткізіңіз, және әрбір іс-қимылыңызды, әрбір оған жасайын деп жатқан шаруаңыздың барлығын айтыңыз. Кел балам, бетіңді жуамыз, жүр қолымызды жуамыз, жүр аяғымызға киеміз аяқ киімді, жүр далаға шығамыз, жүр доппен ойнаймыз, мен саған тамақ берем, мен сенің жөргегіңді ауыстырамын деген сияқты барлық жасап жатқан нәрсеңізді ерінбей айта беріңіз. Бала соның бәрін қайталаған сайын, онда осы нәрсе баланың күнделікті өмірінде қайта-қайта күнде қайталана беретін нәрсе ғой. Сонда ол бала речевой звугыңызды сіздің аңғара береді. Қайталай берген сайын, қолын жуған сайын, балам қолыңды жуам деген кезде ол түсінеді. Например, менің балам да 8-9 айында қолыңды жуам деген кезде ол кәдімгідей қолын созып уже дайын тұратын. Және де мен оған постоянно ойыншығын жерге түсіп алып, аузына салар, әкел жуып берем деп айта беретінмін. Сондықтан бала жуып берем деген ұғымды да түсінеді. Яғни жыламай күтеді. Мысалға 8-9 айлық бала, ол әлі кішкентай, бірақ дегенмен толықтай осознанный түсінік бар. Кішкентай балалармен запуск речи үшін тағы да түрлі мелкий моторикаға, ұсақ моторикаға да түрлі ойындар ойнауға болады. Ұсақ моториканың ойындарын, яғни хватательный рефлекстарын дамытатын ойындарды ойнатуға кеңес беремін. Өйткені мына қол, осы хватательный рефлекске, біздің саусақтарымызға, қолымыздың икемділігіне жауап беретін зона мидағы ең үлкен зонаны алып жатыр екен. Сондықтан қаншалықты біз осының бәрін дамытсақ, соншалықты біз миымызды да дамытып, интеллект тұрғысынан да баламызды дамытамыз екен. Алғашқы запуск речи қалай болады балада? 8-9 айларында бала анық мама, папа деген сөздерді айта алады, ата деген сөздерді айта алады, оңай буынды дыбыстарды шығарып айта алады сөздерді. Және де ойнатқан кезде, мысалға доппен ойнататын болсаңыз, бах, допты лақтырып, бах, жерге лақтырып, тақ дед деген сияқты, бух дед, поезд ту-ту деп жүреді, ұшақ жж деп ұшады деген сияқты. Әрбір іс-әрекетіңізде, әрбір ойындарыңызда осындай қысқаша слогтар болғаны жақсы. Бала сол нәрсені, сол затпен, сол слог бірге болу керек. И балада уже түсінік қалыптасады. Бах деп доп түсіп кетеді, доң деп анау түсіп кетеді, жж деп самолет ұшады, бум-бум деп машина жүреді, например. Сондықтан бала алғашқы запуск речиді осындай звукоподражание арқылы шығарады. Одан кейін жайлап сөздер қосылады. Мысалға, оңай сөздер. Доп, бер, ал, сал. Осындай оңай слогтарды айта бастайды, оңай буындарды айта бастайды. Және де міндетті түрде кітап оқыңыздар. Түрлі тактильді кітаптар, фетрдан жасалған кітаптар, суреттері анық, үлкен, әдемі суреттері бар кітаптарды оқысаңыз болады. Мысалы, ойын барысында сіз доппен ойнадыңыз ба, оны кітаптан көрсетіп, міне доп қайда, доп бала не істеп жатыр, доппен бах деп теуіп жатыр, гол деп теуіп жатыр деген сияқты
оңай жеңіл әңгімелер айттыңыз. Негізі кітап оқыған кезде де қазіргі таңдағы қазақша кітаптардың барлығы балаларға арналған әдеби, тым әдеби, ауыр тілде жазылған. Енді ол 0+ге адаптировать етілмеген әрине. Сондықтан әртүрлі картинкалардағы жеңіл бір-екі сөйлеммен, әдемі қысқа буынмен өзіңіз жеңіл қылып жеткізгеніңіз, өмірде өзіңіздің күнделікті кездесетін, өмірде жасап жатқан нәрсеңізді кітаптан ұйқастырып деген сияқты баланың түсінігіне оңайырақ қылып жеткізіп отырыңыздар. Мінекей, жаңағы айтқандай, есту жүйесін обогащать етіп, түрлі қоғамда, өмірде біздің кездесетін, табиғатта кездесетін түрлі звуктармен, неречевой звуктармен балаларыңызды таныстырыңыздар. Обогащайте слуховую сенсорную систему разными звуками. Сондықтан балаңыз қаншалықты осындай сенсорлы есту жүйесінде әртүрлі неречевой звуктарға бай болып, соны миы барлығын қорытып, түсініп, біліп, үйренген сайын балаңыздың тілінің дамуына да үлкен пайдасы бар. Мінекей осы бағытта балаларыңызды көбірек ойнатсаңыздар, балаларыңыз алла бұйырса тілі ерте шығатын болады. Әрине, оған тағы да басқа да түрлі бағыттар бар, бірақ бұл басты бағыттардың бірі. Сондықтан осы бағытты тастамаңыздар. Ал тағы да қандай бағыттарда балаларды дамыту керек, алдағы уақытта айтатын боламын. Маған қандай тақырыптарда эфирлер жасағанымды қалайсыздар, оның барлығын жаза отырыңыздар. Менің кішкентай ғана бөпемді, осы YouTube каналымды қолдай кетіңіздер. Бірге сіздердің қолдауларыңызбен менің YouTube арнам, кішкентай бөпем өсе берсін. Мен сіздерге әлі алда қалай пайдалы ақпараттарды айтатын боламын. Сау болыңыздар.